Мына жаңа салынған жолдың сыйқы мынау болып тұр. Дәл бар поворотта. Мына жаңадан салынған жол деп кім айтады? Мынаны айырылып кеткен Сахараның шөл даласындай. Мына көпір жақ. Мынау деген сұмдық қой. Мынаны жаңа жол деп кім айтады? Мынаны мына ойбай езіліп кеткен. Езіліп дымы қамаған. Нерде авария болмайды деп кім кепіл береді мынаған? Мынаны ертарақ істемесе, дәл осы масқара бір жер емес. Ерде де бар, қазір түсірем. Қазір түсіремін. Міне осы дәл көпірде. Мынау деген сұмдық қой, айырылып жатыр. Жолдың бәрі. Ерде де бар. Нәрі байып келгенде осыны қабылдап алған дейді ғой, мұнан бәрі. Мынау да міне жарылып жатыр. Дәл орталарынан жарылып жатыр. Міне. Мынаны қала істелінген, мынау. Міне. Айырылып жатыр мына жолдың бәрі. Ойбай. Ертең шілдеде анау қазір езіліп тұр, ертең шілдеде одан самайын езіліп дымы қамайды ана жолдың. Міне де сондай. Міне айырылып жатыр. Мынау жаңадан міне трещина. Міне Түркияның жолын айтпай қойын. Түркияда машинаға стакан қойып қойсың сумен. Қозғалмайды ол, төгілмейді. Ал бізге міне стакан төгіліп машина ішінде өзің отырсаң, селкілдеп іш құрылсаң дым қайып. Мына жаңа жол деп кім айтады? Міне масам кетті мынау. Бәрі езіліп жатыр. Так, осыны не істейміз енді? Қайға жазамыз? Кімге көрсетеміз осыны? Енді пока әкімшіліктің өзі көрер, осы қателіктерін турлайды деп үміттенемін. Бәрі айырылып жолдардың сондай батыр. Көзбояушылық қылып, жылтыратып, облыс әкімі келгенде тапсырдыңдар. Бір айдан асты ма, уже быт шығып жатыр.